Аңыз әңгімелер. Күйлердің шығу тарихы туралы аңыз әңгімелер. Қорқыттың Башпай күйі. Аңыз бойынша Башпай Қорқыттың өмірінің соңында шығарған ақырғы күй екен. Қорқыт кілемін төсеп, дарияның бетінде отырғанда, қарындасы Ақтамақ ағасына тамақ әкеліп беріп тұрған екен. Күндіз-түні күй тартып, өліммен алысып әбден шаршаған күйші, бірде қарындасының әкелген тамағын ішкеннен кейін бойы маужырап, көзі ілініп кетеді. Тамақ салынған дорбамен қайрақ жылан болып ілесіп келген ажал, қобыздың үні шықпай тұрған кезде күйшіні шағып алады. Жыланның уы бойына жайылып, әлсіреп бара жатқан Қорқыттан Әзірейіл «Қандай тілегің бар?» деп сұрайды. Сонда Қорқыт: «Менің өмірімде екі күнәм бар. Біріншісі, өлімнен 41 жыл бойы қашқанмын. Кілем жайып, сырдың бетінде отырғанда бірде алай-түлей дауыл тұрған еді. Сол кезде қарындасымның денесіне башпайым тиіп кеткен болатын. Екінші күнәм сол. Сол себепті мені көмгенде осы екі башпайымды ашық қалдырыңдар», деп қобызын қолына алып, ең соңғы башпай күйін тартқан екен. Қорқыттың ұшардың ұлуы күйі. Бір жесір кемпірдің жалғыз баласы болады. Ол құс салып, ит жүгірткен саятшы екен. Қашқан аңды құтқармайтын ұшар деген тазысы, желмен жарысқан жүйрік аты бар екен. Күндердің күнінде жігіт кенеттен қайтыс болады. Сол кездегі елдің әдет ғұрпы бойынша өлікті жерлегеннен кейін жұрт қоныс жаңартып, басқа жерге көшеді екен. Жаңа орынға көшіп келгеннен кейін кемпір баласынан қалған көз тазыны іздесе, ол ұшты-күйлі жоқ боп шығады. Ескі жұртта қалған болар деп, ана бұрынғы қоныстарына қайтып келсе, айтқандай-ақ ұшар иесін қиып кете алмай, мола басына сай сүйекті сарқырата аспанға қарап ұлып отыр екен. Мұны көрген ана: «Жалғызымнан айрылдым, қанатымнан қайрылдым, ұшар, ұшар, кәу, кәу» деп аңырайды. Иен далада жалғызының артында қалған ана мен иесінен айрылған тазы қос мақұлық қосылып күңіренеді. Қорқыттың осы оқиғаға байланысты шығарған күйі ұшардың ұлуы деп аталады. Ықыластың жезгиек күйі. Ықыластың орындаушылық және күйшілік шеберлігі шыңдалған шағында шығарған күйінің бірі жезгиек. Жезгиек даланың ерке сұлу аңы. Ол туралы халық аузында неше алуан аңыз да, ертегі де көп. Жезгиек алтындай жалтылдап, күнге шағылысқан көркінің арқасында мергеннің көзін тайдырып, үнемі оқтан аман қалады екен. Кейін мергендер оны киелі жануар санап атпайтын болған. Міне, осы сұлу аңға ықылас жезгиек атты күй арналған. Ықыластың қазан күйі. Ықыластың дарынының кемелденген шағында дүниеге келген шығармасының бірі қазан күйі. Бұл күйді қобызшы көбіне қазан сүргісі немесе қазан жорығы деп тартқан екен. Татарлар Қазан қаласын жау шапқыншылықпен басып алады. Сонда қазақтың Шора деген батыры қол жинап, қазанды азат етпекші болады. Ауыл ақсақалдары қадірменді қариялар батырға: «Батыр еке, алған бетіңізден қайтыңыз. Ол жақта күн райы өте қолайсыз көрінеді. Орал тауларын қар басып қалыпты. Күнде үскірік боран болады екен. Босқа суыққа ұрынасыздар» деп тоқтау айтады. Шора батыр: «Нәріктің ұлы Шорамын. Мен Қазанға барамын. Қар жаумасын, қан жаусын, Қазан барып аламын» деп қариялардың сөзіне құлақ аспай жолға шығып кетеді. Бірақ батырдың жолы болмайды. Олар Орал тауларындағы қатты боранда суыққа өсіп қаза табады. Міне, қазан күйінің қазан сүргісі немесе қазан жорығы деп тартылуының себебі осы. Ықыластың шыңырау күйі. Ықылас бір күні жолаушылап келе жатып, астындағы атын шалдырып алмақшы болып, жалғыз ағаштың төбіне келіп аялдайды. Сол кезде ол ағаштың айналасында шыдамсыздана ұшып жүрген бір құсты, бұтадағы ұяда анасына шыр қағып, тағат таппай тұрған балапандарды көреді. Сөйтсе, ұяға қарай бір жылан жылжып барады екен. Ықылас жалма-жан орнынан атып тұрып, жыланды өлтіреді де суға ағызып жібереді.
Құс ұясына келіп қонап балапандар тынышталады. Ақылас, озбырдың аты озбыр, сізді жұтып қойғысы келеді. Осыны қобыздың үнімен айтып кетейін. Озбырлардың қара ниет қылықтары халықтың есінде болсын деген ойға келіп, осы күйді шығарады. Ақыластың айрауықтың ащы күйі. Бұл әуелде Тайлақ деген батырдың сыбызғыда тартқан күй екен. Күйдің шығу тарихы былайша сыр шертеді. Тайлақ батырлығымен қатар шебер сыбызғышы болған адам екен. Батырдың қартайған шағында жау бір үйір жылқысын айдап әкетеді. Тайлақтың секер және барақ атты егіз ұлы малды қайтармақ болып, жаудың артынан қуады. Шайқаста барақ жау қолынан қаза табады, ал секер жауды жеңіп, малды қайрады. Секердің қаза болған барақты ат алдына өңеріп алып келе жатқанын көрген сескендегі қарт батыр сыбызғысын алып, қайғылы сарын тартады. Қосбасаров, Қобыз өнері кітабы. Ақсақ құлан күйі. Ханның маңдайына біткен жалғыз ұлы жошы құлан аулаға құмар екен дейді. Құлан аулау қоян аулау емес, қауіп қатері көп деп оны аңға жалғыз жібермейді екен. Күндердің күнінде ханзада әкесінен ұрланып, аңға бір өзі шығып кетеді. Бір жерлерге келгенде жайылып жүрген бір үйір құланды көреді. Қуғаннан екі көзі жайнап, қорамсағынан сұр жебесін суырып алады да, жазықсыз жануарларды қынадай қырады. Қырудың қызығына түскен ол, оғының таусылғанын да білмей қалады. Ханзаданың қауқарсыз халін сезген көсем құлан оны қос өкпеден қос аяқтап теуіп, айдалада өлтіріп кетеді. Ұлы хабар ошарсыз кеткен соң, бір сұмдықты білген хан жамандықты естуге дәті бармай, былай деп жар салады. Кімдегім баламның өлімін естіртер болса, аузына қорғасын ерітіп құямын. Мұндай сөзді естіген соң жаман хабарды барып айтуға кімнің батылы жетсін. Ешкім тіл қатып, тіс жармайды. Бір күні тақта отырған ханның алдына қызметшісі жүгіріп келеді. Алдияр тақсыр, ханзаданың хабарын білем деп есік алдына бір кісі келіп тұр дейді. Ол, хан, кірсін деп әмір етеді. Ішке қолында домбырасы бар бір кісі енеді. Хан, жолаушым білгеніңді жасырмай түгел айт дейді. Сонда күйші қолына домбырасын алып, менің білгенімді екі шекпен бір тиек айтып береді деп күмбірлетіп жөнеледі. Күйдің алғашқы шумақтарынан шапқан аттың тұяқ төбірі естілгендей болады. Көзінің қарашығындай жалғызы үй жанына кеп қалды ма деп жүрегі тулап қоя береді. Ханның жүзіне қан жүгіріп шырайлана түседі. Бірақ осы мезетте үстіңгі шектен жан дүниеңді әлем тапырақ еткен орны толмас өкініш пен қайғының сұмдық сарына құлаққа келген еді. Домбыра адамша жылап, адамша егілді. Хан қабағын демде қара бұлт жайлап, еңсесі түсіп қоя береді. Қол созған жақсы үміт көзден ғайып боп, көңілін қапалақтың ауыр мұңы басады. Ендігі сәтті күйші құланды көрген ханзаданың қуана салған әнін, ажал алып зуылдай ұшқан сұр жебенің дыбысын, өлімнен қашқан аңдардың тұяқ түбірін суреттегенде хан ойы 30-ға бөлінеді. Күй тілін түсінуді боған несін жазды екен тәңірі. Күй шарықтап, шырқау шегіне жетті. Кенет арындаған екпін кілт үзілді де, домбыра көмейінен жан тәсілім еткен жанның ақырғы демі естілгендей болды. Ханның өңі сазарып қоя берді де, орнынан атып тұрды. Екі көзіне қан толып, бармағын тістелей берді. Күйші бұл кезде бастапқы қаралы тақырыпқа қайта оралып, күй екпіні әлсіреп, қайраты кеміп, дүниеден көшіп бара жатқан пенденің жете алмай кеткен арманын айтып, жанары сөніп бара жатқандай еді. Хан жас жуған жүзін екі алақанымен басып отырып қалады. Бірақ есін тез жинап алады да, өз әмірін екетпей орындамақшы боп, жалғыз ұлымның жапанда мерт болғанын естірттің, жазаңдал ендеше деді де, жақсыны да жаманды да айтыпсың, осымен өмір бақи өнершсің деп домбыраның көмейіне балқыған қорғасын құйдырады. Осы тақырып аясында айтылған ел аузындағы әңгімелердің қатарына Ақсақ құлан күйінің қалай шыққаны жайлы аңызда жатады. Жошы ханның өлімін Шыңғыс ханға халық қазақтың аузында аты аңызға айналған, есімі әсіресе Ұлытау өңірін мекендеген елге етене жақын тұлғалардың бірі.
өз заманындағы кемеңгер қолбасшы, дәулескер күші Кетбұға естірткен еді. Осының домбырасынан күй төгіп отырып, Шыңғысханға сондағы айтқаны мынау еді дейді аңыз. Уа иеміз Шыңғысхан, домбыра не деп жырлайды, сарнап даусын қырнайды, құлағың сал осыған. Ақсақ құлан, қу құлан, қияннан қашқан ту құлан, қиырсыз құба далада аңда жүрген балаңа, кез болып бір қашыпты, белден белге асыпты. Ақсақ құлан жошыхан, елсіз құба далада, қат-қат бұдыр салада, мекендеп өрген өрбісіп, ордалы құлан жосыған, қуып ақсақ құланды, мінгені тұлпар құнанды, ордалы үріккен құланға құйғытып ойнап қосылған. Өлім деген тәңірісі, желіккен құлан әңгісі, құнанмен тұлпар еліккен, жосыған құлан желіккен, балаңды шайнап өлтіріп, жалмалап кетіпті. Ордалы құлан шошыған, жұрттың аузы бармаған, сөзді айтып жырлап зарлаған, домбыраның балаңды естірткені осы хан. Өзгеге артпа жалаңды, еліктірген балаңды, сол қу құлан, ту құлан, балаң өлді жошыған, нансайшы ханым осыған. Ахмет Жұбанов, ғасырлар пернесінен.